Сәлем баршаңызға YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында осындай сап-сары болып шығатын қолдың майын дайындайтын боламыз. Ашыған сүт, ашыған айрандарыңыз төкпей, мен сияқты осындай қаймағы алынбаған айранды, ашыған айранды пайдаландым. Осының үстіне салқын холодильникте тұрған суымызды құйып, жақсылап тоқтатпай отырып 5-6 минут бойы миксерлейтін боламыз. Сол кезде қаймағы жақсы жиналатын болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осындай майымыз жиналды. Мен осы майымызды салқын болу қажет, сол кезде ғана жақсы жиналатын болады майымыз. Қолымыздың көмегімен майымызды жинайтын боламыз. Перчатка кимейміз. Осылайна майларымыздың барлығын бір ыдысқа салып алатын боламыз. Мінекей барлығын бір тарелкаға салып, жинап алған соң тағы да салқын су құйып алдым. Өйткені майымыз қатуы қажет. Бізде осылай майлар жиналды. Кесеге құйып, үстінен салқын суымызды құйып, тағы да үстіп суымызды сырғытып алдым. Енді тағы да майымызды 4-5 минут осындай айранымызды миксерлеп алып, тағы да майды жинап алдым. Енді осы айранымыздан бір қайнатып, қатты қайнатпайсыздар, бір қайнатып аласыздар жай отта. Сосын құрт қалтаға салып, құрт жасасаңыздар да болады. Мінекей өте майымыз дәмді. Дәміне қарай тұз қосасыздар. Майдың үстіне холодильникке 1-2 сағат қойып алып, наныңызға жағып жеп алсаңыздар болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Осындай менде сап-сары май пайда болды. Сіздер де жасап көріңіздер.